Қайтуға жиналған Айтолқынды жұмыстас қыз шақырды. Айтолқын, менің ұялы телефоныма сені шақырып жатыр, тез кел. Япырай, ол кім болды екен? Ешкім іздемеуші еді ғой. Ғайка, мен Гүлай ғой. Сен ешқайда кетпей, есіктің алдында күт. Мен саған келемін, жақсы жаңалық бар. Япырай, не жаңалық екен? Маған бір ақылы жұмыс табылды ма екен? Әлде ауылдан біреуді көрді ме? Не болды екен? Сәлден кейін зу етіп жетіп келген Гүлай Айтолқынды Айшаға қаратпай машинаға мінгізіп ала жөнелді. Қазір үйге барып айтамын бәрін. Гүлайдың пәтеріне екінші рет еркін кірген Айтолқын баяғыдай аузын ашып қалған жоқ. Еркінсіп жұмсақ диванға күмбете қалды. Ал сөйлейін. Қазір сен жуын, менің киімдеріммен тағы да жарасатын таңдап беремін. Соны соң тағы бір крутой жігіттің үйіне қонаққа барамыз. Өзіңді дұрыстап үйрен. Қалалық әйелдер сияқты осынау қала тірлігінің бәрінен хабардар болып көрінуге тырыс. Ол қалай? Яғни мыңқиып отырмай ширақ бол, жақындаса мойнына асыла кет, еркелеп, бұраңдап, сылқылдап күлуге тырыс. Неғұрлым жарқын сыңғырлап күлсең, соғұрлым еркек майда ериді. Әне-міне жеріңді ұстаса шоршып түспе тағы. Әй, сенен қорқамын осы. Неге? Сен байғұс әне бір оқиға болмағанда нағыз нетронутая монашка красавицасың ғой. Уәде бересің бе маған? Не деп? Ойбай-ау, бағанадан бері не айтып тұрмын? Дикая. Не де болса ертіп апарамын. Өйткені обещала, сұлу, свежая особаны тауып берем деп. Давай тез кейін. Жарайды, ал, жасандыр. Осы бір жаңадан алған көйлегім маған онша жараспайтын сияқты. Ал саған қатып кетеді. Қанекене, маған қарашы. Шынымен ақ құлпырып тұрсың. Маған Мәкең ұзын шашты сипағанды жақсы көреді дейді. Қысқа шаштар қолына толмайтын көрінеді. Значит, ұзын шашың пойдет. Мәкең кім ол? Зачем тебе? Барған соң көресің. Енді сәл ерніңді бояп, сәл қызарту керек. Аха, тамаша. Сенің мына бір түйген ерніңді сүйген де зар, сүймеген де зар шығарау. Әй, жігіт болсам өзіңді ешкімге бермес едім. Қойшы мақтай бермей. Шын айтам, бір маңдайы жарқыраған еркектің әйелі боларсың ау. Әдемісің, ақылдысың, мінезің де жақсы. Тек сәл жолың болмай тұр. Айтпақшы, сыртқы киімің де жұтаң ғой. Менің мына бір құндыз тоным саған қатып кетеді. Мәки, тфу, жайнап кеттің ғой. Әне бір мықтының қатынының түрін көрсең ғой. Кім еді? Ой, әлгі министрдің орынбасарының қатыны ше, божбандай қара, танау аспанға қарап тұрып. Сөйтіп тұрып тонның түрін киіп, бізді көзіне делмейді. Құдай соларға бере салған ғой. Ойбу, уақыт болып қалыпты, кеттік жүр. Екеуі күтіп тұрған машинаға мінді. Мәкеңнің үйіне деді шопырға. Жол жөнекей, шашылған әтірдің жағымсыз иісі көңілді сергітіп. Айтолқынды әлде бір сезім билеп, өмір бойы осылай жүргендей шалқып, киімнің буы ма, астындағы жүрдек сылқымның буы ма, әйтеуір масаңдағандай болды. Көңіл жүйрік пе, көктөнен жүйрік пе деген осау, өзін бір бастықтың әйелі етіп, елестетіп, жымиып қояды. Зуылдаған машина қаланың шет жағындағы үлкен үйге келіп тоқтады. Биік дарбазаның арғы жағындағы үйдің шамдары осы мекеннің салтанатын білдіргендей жарқырап, шақыра түскендей. Есіктің қоңырауын басып еді, өзі ашыла кетті. Ішке кірген Айтолқынды бұйра қара шашты, қалың мұртты жігіт ағасы қарсы алды. О, амансыңдар ма? Келіңдер, қонақ бөлмеге өтіңдер, шешініңдер. Үй қызметшісі жүгіріп келіп, қолдарынан киімдерін алып, қонақ бөлмеге бастап барды. Есіктің тұтқасына дейін алтындай жарқырап тұрған сән салтанатты үйді бұрын түсінде де көрмеген Айтолқын Гүлайдың қасына отырды. Ол, есіңді жинал, қазір Мәкең келеді деді. Ол кісі кіре салысымен құрбысы, мен қазір келемін деді де шығып кетті. Ал қалқам, атың кім? Айтолқын, жақсы есім екен, кел дастарханға, дәм ала отырайық. Рахмет, кел. Тамақтың алдында аздап шарап ішу пайдалы. Ал, қымсын ба? Гүлайдың ауылбайская болмай, ішіп жеп отыр деген есіме түсіп, шараптан сәл ішті. Сымдай тартылып отырған бойына шарап буы тарап босаңсиын деді. Әлде бір анекдоттарды айтып еді. Мәкең сылқылдап күліп алды. Өз күлкісіне өзі таң қалды. Қызық, мен тіпті әдемі күлдім ау деп ойлады. Енді тіпті еркінсіді. Мәкең белінен құшақтап еді, шошымады. Өзіне қарай тартып еді, бауырына тығыла түсті. Бүкіл үйде, үлкен қонақ бөлмеде екеуі ғана. Шамасы қызметкерлер кетіп қалған. Қазір келем дегенді Гүлай да жорта айтқан екен. Сәлден соң жас сұлудың әрі шараптың буы бойын билеген Мәкең қызды төсек салынған бөлмеге қарай сүйрей жөнелді. Жұмыстан әрі қарымды еркектің тегеурінен шаршаған қыздың көзі ұйқыға жұмыла берді. Таңертең оянғанда әбден мауқы басылған Мәкең ұйықтап жатыр екен. Тұрып жуынатын жерді тауып алып,
киініп сыланды. Өңі бұрынғыдай ақсұр емес, денесіне қан жүгіріп, бетіне қызыл шырай пайда болыпты. Өз-өзіне сұқтана жымиып, айна алдында біраз тұрды. Күн болса сенбі, ешқайда асығып тұрғам жоқ, және қайда барам. Қаланың қай шетіне кеткенімді де білмеймін. Не де болса, Мәкеңнің ұйқысын күтейін. Үлкен үйдің өзі тұрған қабатын аралап көрді. Үстінде де бар сияқты, астында да бар екен бөлмелер. Қызық, Мәкең кім екен? Тұрмысына қарағанда байлығы жетеді. Ел басшыларымен түскен суретіне қарағанда үлкен қызметкер, немесе соның айналасында жүргендердің бірі болуы керек деген ой топшысында тұрған ол Мәкеңнің оянғанын байқап солай жүрді. Ал сұлуым, қалай ұйықтадың? Жақсы, ал мен өте жақсы сезініп тұрмын. Келе ғой, шай дайындап жібер, қызметке кетуім керек. Әлгі қызметшілерді босатып жібере қойып едім. Жақсы, тек Асиді көрсетіп жіберсеңіз, сіз демеші, сен маған бар жағыңнан ұнап қалдың. Менің көңілдесім болуға әбден жарайсың. Мен өзім қазақы тәрбие алғандарды ұнатам. Көңілдес деген сөз төбесінен су құйғандай болған Айтолқынның басы айналып құлап қала жаздады. Дереу есін жиды. Өз аяғыммен, өз еркіммен келдім емес пе, мұным не? Кәдімгі некелес әйеліндей шайын дайындап, баптап құйып бола бергенде, ол сені тұрағыңа апарып тастайды. Екінші машинаға мінесің. Тек мен кеткен соң, міне, ақша, деді де шығып кетті. Жасылы бар, көгі бар, бірталай ақшаға қарап, не қуанарын, не жыларын білмей қалды. Айтолқын есіктен шыққан оны екінші машина жүргізуші күтіп тұр екен. Дереу үйіне жетті. Киімдерін алмақшы болып, түні қалай өткенін сұрамақ боп Гүлайында жеткен еді бұл кезде. Қалай, подружка, түнің жақсы өтті ме? Видать, интересно провели. Бетің развее стала. Қойш, ұялтпай. Әлі классный бикеш болып шыға келесің. Білмеймін. Білетін боласың көп нәрсені. Біздің Бека мен Мәкең аман болсын. Міне байлық, міне өмір. Сен екеуміздің өміріміз өмір ме? Одно название. Маған енді ит те, құста тұратын пәтер ұнамай, Бекадан коттедж сохранный сұрап жатырмын. Қойш, ұят емес пе? Ұятты не қыласың? Мұндай сөздер қоғамда архаизм. Қолыңда барда басып қал деген принцип қазіргілердің, билік басындағылардың, үкіметтің шет жағын болса да жағалап жүргендердің бәрінің әрекеті осы. Сонда қарапайым халықтың қамын кім ойлайды? Құдай-ау, неткен наивная, қоғамға керектер бар, керек еместер бар. Екеуміз соңғысына түсіп кетпеу үшін де еркектерімізден айырылмауымыз керек. Сонда не істейміз? Соларға қарап мықты қызмет істеуіміз керек. Яғни морально, телесно, жандарына шаршап келгенде өзіңнің энергияңнан бөліп беру керек. Ол қалай түсінбедім. Что они хотят, безотказно болуың керек. Және олардың не істеп, не қойып жүргендерінде шаруаң болмасын. Ештеңе сұрамайсың, өздері береді, біледі. Самое главное, олармен қарым-қатынасың жөнінде ешкімге тіс жармайсың. Әйтпесе олардың ашуына тисең, қабырғаға айналасың. Онысы несі, қабырғасы несі? Көп сұрама дедім ғой мен саған. Жарайды, қойшы, сенің нұсқауларыңды ұқтым. Мына ақшаны қайда жұмсасам екен? Үйге беріп жіберсем қайтеді? Киім алсам, ана жақта атанам отыр жаудырып, ішсе асқа, кисе киімге жармай. Ауылда отырған олар отыра берсін. Они так привыкли жить. Кейінгі ақшаларыңнан бересің, так что по-нормальный киімдер ал. Мен де беремін, но маған қашанғы жүгіріп жүресің? Свое есть свое. Давай кеттік дүкендерге. Крутой бутиктер бар, заказбен товар әкелетін. Содан бастау керек. Болмасаң да ұқсап бақ деген абай атаң. Давай, машина ждет. Өзінің құнды нұсқаулары бойынша киінген Айтолқынды Гүлай үйіне әкеп салды. Ұқтың ба, немая, глухая, как рыба деп қадағалады. Үнсіз басын изеген Айтолқын күркесіне келіп, алған заттарын қарап, киіп көріп, үлкен айна іздеп, үй қожайындарына кірді. Ой, батюшки, кого я вижу, что за красавица, неужели это наш Айтолқын деп тетя Шурасы алдынан шықты. Сол бір ақша алып киінген едім, үлкен айна керек боп тұрғаны. Кел, қара мына бөлмеге. Рахмет. Адам көркі шүберек деген осы екен-ау деп ойлады Айтолқын. Өз келбетіне қарап тұрып, әдемі екен мынау. Алла рахмет саған. Көрік бергеніңе де мың шүкір. Егер қазір келбетім болмаса, Мәкеңмен кездесер медім. Бірақ Гүлайше, жай ғана қыз ғой. Әне қалай өмір кешуде, соған қарағанда таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін дегенде рас екен-ау. Сонда ол қандай бақ? Бақ деген еңбекпен, адалдықпен, ақиқатпен, біліммен келеді деуші еді. Сан түрлі ой жетегінде жүріп, жұмысына келген Айтолқын өткен жолғы ең озық бригадир келіншекті көрді. Кәсіпорын бастығының машинасынан түсіп жатыр екен. Құндыз тоны құбылып, біз өкшесін тықылдатып, бөксесін ойнатып, райхан гүлдеріне оранып бара жатқандай, гүл үйісі аңқып кетіп бара жатты.
Күнде өзінің үстіндегі киімдерінен қорынып бүгежекте жүретін Айтолқын да өзінің кербез келіншекке ұқсап жүріп бара жатқанын байқамай да қалды. Бойына әлдебір қуат құйылып, әлдебір арман аңсаулар пайда болып, үлкен бір үміт қол бұлғап тұрғандай. Үйіне келсе ауылдан жедел хат жатыр. Әпкесінің қызы Райгүлден екен. Пойызбен елден шықтым. 13-ші вагон күтіп ал депті. Мектепте оқитын қызға не болды? Оқуы қайда? Әкелері қайтыс болған соң жағдайлары келмеді ме? Бүкіл туған туыстары басын біріктіретін, қолда барын бөліп беретін өз әкесінің жоқтығы біліне бастады ма екен? Әпкемнің қазасы жайлы жедел хатты алып, жылап еңіреп, жұмысындағы басшыларға барғаным анандай болды. Бөлінгені жиналғаным артымды болмай, барған жолыма жетсе, қайтарыма жетпейтін болғаннан кейін үсті басым тозып тұрған соң еліме де бара алмап едім. Сол кезде жолықса ғой мәкеңдер, мына қыз неге келе жатыр, өзім зорға күнелтіп жүргенімде. Райгүлдің әңгімесі. Әкемді білесіз ғой, көп ішетін, ішкен соң міндетті түрде маманы сабайтын. 5 бала, 2 ауыз үй, тамақ ішетін бөлмеге бөлініп ұйықтап жүрдік қой. Ішпесе жап-жақсы. Ал ондай күндер өте сирек болатын. Неше түрлі анайы киноларды көріп алады. Орталықтағы туыстары ескі видигін берген. Әрине, бізге кетіңдер, көрмеңдер дейді. Мамама маза қоймайды. Бізді қуып шығады да түпкі бөлмеде білгенін істейді. Түн ішінде қайда барамыз? Дауыстар естіледі. Үлкеніміз базар бар еді ғой. Сол жымыңдап күліп отырады. Біздер кішкентайлар көп нәрсені түсінбейміз. Тағы бір хатты ішіп келгенде мамам итеріп қалып басымен құлап өліп қалды. Ол жайлы естімеген шығарсыз әпке? Иә, естігем қалай қайтыс болғанын. Сонымен ауыл аймақ туған туыстар жиналып, әйтеуір 70-40 бердік. Мамам ертеңнен күн батқанға дейін майда шүйде сатып бізді бағатын еді ғой. Базар мектепті биыл бітіреді. Кішкентайлар өздері отырады үйде. Мен мектептен келген соң тамақ пісіріп үй жинап соларға қараймын. Мен 9-шы сыныпта оқитын едім. Білем ғой. Бір күні мектептен келсем ағам үйде екен. Папамның көретін киноларын көріп жатқанын байқап қалдым. Балалардың тамағын құйып беріп, ағамды шақырмақ боп бөлмеге кіргем. Орнынан тұрып есікті жапты да мені жерге алып ұрды. Әбден мамамнан жеген таяғынан жүрек шайлыққан басымды қорғай бердім. Сөйтсем оның ойы басқада екен. Ол болса мені туған қарындасын қорлады ғой. Айғайлауға да шамам келмеді. Егер аузыңнан мен туралы сөз шықса өлтіремін деді. Сонымен оның әрекеті әдетке айналды. Кішкентайларды далаға қуып жібереді. Менің көнбегеніме қарамайды. Кинодан көргеннің бәрін маған істейді. Сонымен қашып келген бетім. Әпкетай, қайтем енді. Не істеймін? Мамама қалаға барып колледжге түсем. Саған көмектеспекпін дедім. Не істеймін? Одан да сорақысын көрсем, 2 қабат болып қалсам өлгенім жөн ғой. Мектептегі балалардың көпшілігі осындай әрекетте. Қыздарды қалай сақтану жөнінде лекциялар жиі оқылады. Бұрын қыздық ар-ожданыңды сақтау жөнінде сөз болушы еді. Енді қалай 2 қабат болмаудың жолын үйретеді. Соған қарағанда ұл қыздардың көпшілігі таза жүрмейтін сияқты. Соның енді менің басыма келгенін айтсаңшы. Басқа емес, туған бауырымнан мұндай қорлық көргенім үшін ішім удай ашиды. Бетін тарам-тарам жас жуған, әрі сәби жүзді, әрі көпті көрген әйелдей сөйлеп, ой толғаған сіңілісін аяған Айтолқынның басына қаны теуіп, жүрегі шанши жөнелді. Құдайым-ау, бұл не деген сұмдық? Ел іші алтын бесік дейтін елдің сиқы осындай болғаны ма? Бала тәрбиесіне бас көз бола алатын еркектер мынау. Нәпсілеріне ие бола алмай, ойларына келгенін істеп жүрген қаршадай сәби қызды зорлаған алпамсадай еркекті кеше де теледидардан көрсетіп жатыр еді. Немерелеріндей қыздарды алып жатқан шалдар анау. Соған қарай жастардың тәрбиесі осылай бұзылған болса, келешекте не қайыр? Енді қайтсем екен, мына қызды ауылға апаруға обал. Не болса да үйдің қасындағы мектепке бере тұрайын. Сонан соң мәкеңдерді пайдаланып, интернаттың біріне кіргізермін. Тамақ тауып жерміз. Оған да мәкең көмектесер деген сияқты ойлармен ұзақ дөңбексіген Айтолқынның көзі таңға жуық ілінді. Ұйқысы қанбай, әрі ауыр ойлардан езілген, жұмыстан шаршаған Айтолқын сұранып, ертелік үйіне келіп демалып жатқан еді. Гүлай жетіп келді. Тұр, тез киін, әдемілен. Бәкең бүгін тағы сенімен болғысы келеді. Қойшы, шаршап тұрмын. Есің дұрыс па? Қандай болып тұрсаң да мәкең хочет, значит, дайын болуың керек. Ойбай-ау, мәкеңдерге қолы жетпей жүргендер көп. Сен маған рахмет айтуың керек әуелі. Кеше ғана болдым ғой. Яғни, оған әбден ұнағансың, көңілінен шыққансың, сондықтан оған қуан сен. Тфу, мынау қайтеді, сені тәрбиелеп шашыма қаратын болды ғой. Ауылдан бір сіңілім келген болатын. Оны қалай жалғыз тастап кетемін? Қазір көшеге шығып кетіп еді.
Ничего не знаю, бол тез жуын кейін машина күтіп тұр. Дайындалып сыланып болған Айтолқын есіктен шыға бергенде сіңілісі келіп кірген еді. Тамағыңды істеп ішіп, алаңдамай ұйықтай бер, мен тезірек немесе ертең келемін деді де шығып кетті. Өткен жолғыдай емес, Мәкеңнің үйіне Айтолқын еркінсіп кірді. Кең құшағын айқара ашып, есіктен кірген Айтолқынды қапсыра құмарлана сүйген Мәкең шынында да сағынып қалғандай. Көзінен, ернінен, мойнынан өбіп, ып-ыстық деммен күйдіріп жандырып барады. Гүлайдың кеңестері есіне түсе қап, бұл да емеурін танытып, сүйіп, былқ-сылқ бола қалды. Қандай тәттісің жаным, сен сияқты бой жеткенді алғаш рет жолықтырып тұрмын. Не скрываю, талай қыз келіншектер кездескен, бірақ сен сондай ерекшесің. Жұмыстан келген шығарсың, шай қоя ғой, ауқаттанып алайық. Мен де ашпын. Тоңазытқышта қызметкерлер дайындап кеткен тамақтар болу керек, соларды жылытып дайындай ғой. Тез жылытатын техникаларды көрсетіп берейін. Міне мынау. Жақсы, мен демала тұрамын. Дайындап шақырарсың. Жақсы, мақұл. Айтолқын асүйдегі шеті алтындатылған әдемі ыдыстарды сындырып алмайын дегендей, баппен ұстап, дастархан жайып, тоңазытқыштағы уылдырықтың түр-түрін шығарып, қазық артасын турап, сәндеп, Гүлайдан үйренгендерін істеп, қожайынды шайға шақырды. Әкесін, анасының қалай күтетінін көрген, үй ұстаудың тәлімін алған Айтолқын сәнімен, салтанатымен шайын құйып майысып отыр. Мәкеңнің де көңілі толып, талайдан бері орыс шалыс, арбан қорбаңы басым, салпетектеу әйелінің сар еткізіп құйып кесесін тарс еткізіп қоя салатын әдетінен кейін Айтолқынның мына отырысына риза болғандай, кесені алған сайын қолын сипай түседі. Ас ішкен ыдыс аяқтарын жинап, жуынып шайынып, жатын бөлмеге кірген Айтолқынды ай сәулесі түсіп, көгілдірленіп тұрған төсекте құшағын айқара ашып Мәкең күтіп жатқанда, құшағына құлай кеткен жас аруды әбден әурелеп ұзақ аймалады. Өткендегідей сұлық болмай, әрекетімен келіншектің жауап қайтарып жатқаны ұнай түсті. Басынан қуат күшін